Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз физикалық RC circuit туралы есеп шығарамыз. Бізде бұл берілгенде 12 вольт бар, және де резистор бар, және де капаситор бар. Әртүрлі цветтермен бояймын, чтобы белгілі болу үшін. Және де бізде бұл жерде есептің берілгені бойынша бізде ключ бар, который ашылып жабылатын. И бізде ең басында ключ әрине ашық тұр, одан кейін жабылып тұр. Және де біз ең басында жасамыз карант ол плюстан минусқа кетеді, минус жасамыз. Ал негізі электронның мағынасы минус болғаннан кейін электрон керісінше минус жақтан жүреді, минус электрон. Ал енді есепке келсек, бұл жерде бізде басында 12 вольт бар. 12 вольт ең басында капаситорға барған кезде V0 бізде оны 0 вольт дейміз. Өйткені ең басында ол T0 уақытта ешқандай вольт барып үлгермейді. Ал енді резистансқа келсек, ең басында 12 вольтта ол ең басында әрине 12 вольтта қабылдай алады. Значит, бізде ең басында VR 12 деп қабылдаймыз. Ал енді суичті ауыстырып, ол қосылған кезде T1 уақыт өткеннен кейін бізде в капаситор final десек те болады, ол 12 вольт. Өйткені бұл жерде бізде көптеген уақыт өтеді, дәл осындай уақытта VR бізде 0 болып қалады. Себебі бүкіл 12 вольттық нәрсені бүкілі капаситорға кеткеннен кейін резистанста ешқандай вольт өтпейді. Сондықтан бізде резистансты 0 деп санаймыз. Ал енді әрі қарай кетсек, бұл жерде бізде ең басындағы сұрағымыз бізде уақытты табу керек, чтобы осы 12 вольттық қай уақытта кетеді. Ең басында бізде сұрағымыз капаситор нені атқарады? Капаситор ол энергияны өзіне сақтайды, ал резистанс ол энергияны максимально жоюға тырысады. Капаситордың бағыты плюстан минусқа болғаннан кейін бізде осы карант осы капаситордан плюстан өткеннен кейін біз ары қарай осы қазір бізде волттың онда не болады? Осы MF-ті аламыз. Сосын бұл жерде жақшаның ішінде қазір бір осы формула арқылы E минус T дәрежесі минус Т. Ал Т-ны біз білетін бөлінген RC деп жаза аламыз. Сосын бұл жерде бұл графигін сызсақ, V-ның арқылы V ең басында 12 вольттан ол ары қарай түсе бастайды. Бір определенный резкий квадраттық теңдеу 12 вольттан мысалы ары қарай осылай 12 вольтқа қарай ұмтылады, ол 0-ден бастағанда. Бұл жерде біздің алатынымыз 0 деп аламыз. Себебі ең басында ол әрине 0 болады, ары қарай уақыт өте келе 12 вольтқа қарай стремительно өседі. И бұл жерде біз графигіміз более понятно, и ары қарай қазір 12 вольт бұл жерде қазір капаситор бұл жерде уақыт бойынша графигіміз толық деп үміттенемін. Ары қарай кетсек, біз жерде тоғды жазып жіберейік. Тоқ тең RC деп айта кеткеніміз бойынша формула бойынша тоқ, бірақ RC деп жаза берсек болады бірден. Ал ол омега көбейтілген фарад, біз резистор мен капаситор көбейтеміз. Ал және де жаңа бетке өтсек, бұл жерде тоғыны түсіндіріп жесек, мысалы тода бізде 5 нәрсе бар. И оны пайызбен шығарсақ, оны чаржбен ала аламыз. И оны бөлеміз үшіншісіге тайм. Бұл жерде волтейждің нәрсесі бізде ол тайм мен волтейж ол капаситордың волтейжі, ал процентін санаймыз. Және де бірден ол 5 фаза арқылы шығарайық, 5 то арқылы. Бұл жерде ең басындағы оның таймын табуымыз керек. Ал бұл жерде таймды біз қалай табамыз? Таймды әрине бір RC. Ал осы 5 болғаннан кейін бізде 5 RC арқылы шығарамыз, и так далее ғой бұл жерде. И пайызды біз бір минус E-ның жәнегі T бөлінген RC арқылы шығара аламыз. Ал ол минус бір бөлінген болғаннан кейін минус деп ала аламыз. Ең соңында бір минус E-ның минус 1 деп қысқарта аламыз. Ең басындағы пайызды 1 деп алған кезде калькуляторымызда бәрі есептеліп тұр. Ол әрине 63.2%. Оны волтейжге шығарған кезде, жәнегі максималды волтейжға көбейткен кезде ол 7.58 деп алсақ болады. Ол әрине вольт. Және де 1 минус E-ның минус 2 деп дәрежесін
деп аламыз, өйткені бұл уже екінші то арқылы шығарған кезде. Қазір жазайық, 1 минус e-нің минус екіншісі. Бұл жерде біз көретініміз бойынша чарж ол әрине көбейеді, ол бізде 86.5% болады. Ал оны вольтқа ауыстырған кезде 10.38 вольт. Бұл жерде вольт, біздің максимум вольт 12-ге уже таяқ қалды. Ал енді дәл осындаймен үшіншісін жазсақ, 1 минус e-нің үшінші дәрежесі. Ол бізде қанша? 95 болып ровно шығады екен калькуляторымыз бойынша. Бұл жерде ол волтаж болса 11.4 вольт. Біз көре аламыз, үшінші степті ол уже 95%-ға сейт, төртіншісін дәл осындай калькуляторымызбен 98.2, ал волтаж 11.78. Бұл жерде уже таяқ қалды. Бесінші шығарған кезде 99.3% деп шығарамыз. Ал волтта 11.92. Бұл жерде біз көретініміз бесіншісінде тоның уже 99, өйткені ол уже 1% ғана қалды ше. Біз өйткені осы бесінші то арқылы оның барлық кетіп санай аламыз. Осы пример арқылы кәдімгі есепке көшсек, бір пример берсем, бұл жерде тек қана сервис пен резистенс бар, капаситор екеуінен. Бұл жерде капаситорға бір волт берейік, 12 волт деп және есеп сияқты ала саламыз. Және де ол резистенстің бір өзінің бір нәрсесі болу керек. Қазір қалай аламыз? Бұл жерде біз графтан капаситормен, оның капаситорды біз білеміз, төмен қарай аламыз, өйткені капаситордың волты резистенстің энергия жоғалту арқылы ол нөлге қарай ұмтылады. Бұл жерде біз волт 0 деп аламыз, өйткені волт 0 бізде 12 волт, ол изначальный максимум волтаж. Оны жәнегі e-нің минус т бөлінген RC дәрежесіне көбейтеміз. Бұл жерде т бөлінген то болу керек, ал тоны RC екенін білеміз, осылай жаза аламыз. Тоны жәнегі сияқты пример ретінде тоны чарж арқылы волтажбен санайық. Керісінше наоборот. Біз волтажды жоғалту арқылы. Жәнегінде тонның 5 стейтін жазамыз, 1-ден 5-ке дейін. Ал арғарай калькулятор арқылы оның қаншалықты пайызбен, қаншалықты вольтпен өлшейтінін көре аламыз. Бұл жерде қазір калькуляторымызды ашып алайық. Және де арғарай осы жәнегі төбедегі e-нің минусты бөлінген RC формуласымен шығарамыз. E-нің минус RC бөлінген RC ол e-нің минус 1 дәрежесі екенін білеміз алдыңғы пример арқылы. Бұл жерде бізде V0-ді 12, оның e-нің минус 1 дәрежесі көтеді, ол 36.8%. Ал ол волтаж болса, ол 4.4 волтаж болады. Және де екіншісі дәл алдындағыдай e-нің минус дәрежесі көбейіп отырады. Ол бізде процентте 13.5% болады. Ал волтажға көбейткен кезде 13.5%-ді ол бізде қазір калькуляторда неше береді? 1.62 вольт. Дәл жәнегідей үшіншісін істейміз. Өйткені біз 5-ке апара аламыз, 5-тікін және көре аламыз, және де бұл жерде 5% болады. Үшінші стейтті уже, ал волтаж қаншасы уже қалды? Біздің капаситор 0.6 вольт қалды. Үшінші тоуда. Және дәл осындаймен төртіншісін шығарамыз. Бұл жерде қанша процент? 1.8% қалған энергияның, вольттың 0.22 вольты қалған капаситордың өзінде. Бұл жерде біз 5-шісін қосқан кезде бізде уже бүкіл 99% уже кетіп қалған көреміз. Өйткені 0.70% қалады ровно. Бұл жерде волтаж уже 0.08 вольт қалады капаситордың өзінде. Сондықтан біз 5 топ арқылы біздің 99% кеткенін көре аламыз. Оның бүкілін кеткенін деп санай аламыз. Тағы бір нәрсені сызып жіберейік. Бұл жерде плюстан минусқа қайттан сервиспен істейміз. Жәнегі есептің капаситордың қоссақ. Бұл жерде бізде бір өзіміздің примеріміз арқылы келтіреміз. Басқа да бір түсінікті болу үшін бір сандар берейік. Мысалы капаситорге бір 500 микрофарад дейсайын, бұл жерде бір қатты маңызы жоқ. Ал резистенсқа қанша бір кило берейік, оны 1 кило дей салсақ та болады. Сандардың айырмашылығы болмау үшін ровно сандар берейік, ал жәнедегі 20 деген болатын шығар, 20 волтаж берейік. Ол МФ. Біз осы берілген сандар арқылы формулаға қойып, өзіміз шығарып көре аламыз. Және де арғарай кетсек, бұл жерде біз ең басында шығаратынымыз ол жәнегі формула, ол RC формуласы.
бізде 20-ны 90%-дан асыру үшін оны 90%-ға көбейтеміз, ол 18 вольт. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ, калькулятормен 0.9-ға көбейте саламыз. Ал енді ары қарай бізде RC-дің бір-біріне көбейтілуінен осы 18 вольттың шығуына қарай аламыз. Өйткені біздің волтаж ол E көбейтілген 1 минус E-нің минус Т бөлінген RC дәрежесі. Бізде R мен C берілген арқылы біз R мен C-ді таба аламыз. Осы жерде ол волтаж біздің 18, өйткені 90%, ал E дейтініміз 20, ол фулы. 1 минус E-нің минус Т бөлінген RC дәрежесі. Бізде RC-ді осы жерден тапсақ, және айта кетерлік бізде R ол 1000 Ом кило арқылы. Ал көбейтеміз, капаситор ол 500 микрофарад, значит ол 10-ның минус 6 дәрежесі. Осыны калькуляторға көбейтсек, 3 дәрежесі қысқарады, значит бізде 0.5 па, қазір қойып көрейік. Бізде RC ол 0.5 шығады екен калькулятор арқылы. Біз бір аламыз, ол бір нәрседе, бір тоуда ол 0.5 болып саналады. Жәнегі формула арқылы. Демек, біз жәнегі өзіміздің санымызға қойық, берілгені бойынша 0.5 секунд дегенін біле алдық. Осы жерде бізге белгісіз Т уақыт. Біз Т-ны осы сайық, біздің керек жоқтарды алып сайық, орындарды босатып, қазір осы жерге жазатын боламыз. Ары қарай бүкілін 20-ға бөлейік. 20-ны бері қарай шығарайық, оны шарық деп айта аламыз. 22-ге қысқарады. 18-20 бөлгенде жәнегі 90% шығады, 0.9. Және қалғаны 1 минус E-нің минус Т дәрежесі бөлінген 0.5. Біз мына жақта 1-ді бер жаққа ауыстырамыз. 0.9 минус 1 это минус 0.1. Қалады тең минус E-нің Т минус Т бөлінген 0.5 дәрежесі. Екі жағында минусқа көбейтеміз, минустарын жоя аламыз, екеуінде плюсқа айналдыра аламыз. Екі жағда минус болғаннан кейін. Бізде қалғаны 0.1. Екі жағында ln-ға қосамыз, ln-ға көбейтеміз, өйткені E-нің дәрежесін құтылу үшін. Бізде демек тең болады ln 0.1, тең болады E-нің дәрежесі алтына түседі. Бұны жазып алайық, минус Т бөлінген 0.5. Біз білетіміз бойынша ln-ның E дәрежесі болса, дәрежесі просто ln-сіз алдына түседі өз-өзімен. Сондықтан біз ln дәрежесін аламыз E-ден құтылу үшін. ln 0.1 тең болады минус Т бөлінген 0.5. Бізде бұл жерде табуымыз керек минус Т. Демек біз оны бұл бірінші тоу минус Т шыққаны үшін біз қазірден алып 0.5-ке екі жағынан көбейтейік, минусқа көбейтейік. Демек, минус 0.5-қа көбейтуіміз керек. Өйткені біз бір жаққа тек қана Т-ны қалдыруымыз керек. Қазір жазайық. Бәрін аламыз да минус 0.5-қа көбейтеміз. Сол кезде бізде шығады, минус 0 қысқарады, минус пен минус қысқарады, бізде значит Т қалады. Т-ның мәні шығады, Т тең жәнегі минус жазамыз, 0.5 көбейтілген ln-ның 0,1. Біз бұл жерде Т-ны таптық. Бұл RC-дің біреу арқылы. Осы жерде біздің ln арқылы калькулятор шығарсақ 1.15 секунд шығады. Бұны мен шығарып алдым, запись қат қалды. Ал бізде запись дальше мен записті экраннан кейін жазған үшін запись кішкене қатып жатыр, оған айып етпейміз. Және де біз ары қарай Т-ны шығарсақ, ол минус RC, жәнегі ол минус 0.5, 0.5-ті RC арқылы форманы жазамыз. ln өзі шығады. Ал және 0.1-ді қалай шығардық? 1 минус волтаж бөлінген E. Бізде волтаж дейтін ол процент арқылы шығарған, E дейтін оның максимальны волтажы біздің нәрседе. Ол әрине 20, ал V дейтініміз ол оның 90%-дағысы. 90% деген ол міндетті түрде әрқашан 90% болмайды. Және де бұл жерде формулаға қойсақ минус 1000 көбейтілген 500 микрофарады, 10-ның минус 6 дәрежесі, оны көбейтеміз ln-ның 1 минус 18 бөлінген 20. Бұл да жәнегі жауап шығады 1.15. Ары қарай кетсек, бізде осы жерде қазір қоса кетерлік ешқандай жағдай жоқ. Біз бұны таптық, ал енді біз өзіміздің есепке орналассақ, бұл жерде Т-ның 1.15 секунд екенін таптық осы пример арқылы. Ол бізде бірінші тоуда бізде қалай болады? 0.5 болады, өйткені R мен C-дің
бір бірінің көбейтіндісін таптық. 1 тоу тең 0.5 секунд. Біз осы жерде біле аламыз. Бізде қазір 1.15 ол тең болады. Қазір осы формулаға қойсақ, 1 тоуды қайттан бөлеміз 0.5-ке. Секундын ұмытпаймыз, секундтар қысқарады. Сол кезде 1.15-ті 0.5-қа бөлсек, бізде количество шығады. Бұл жерде n бөлінген то. То есть n тең t бөлінген то. Бұл жерде біз формула арқылы шығарамыз. Екен бір количествоны. Бізде 1.15 0.ға бөлсек, 2.3 то шығады. Бізде демек 2.3 цикл деп санасақ болады. Осы бізге жетеді. Бұл осы есептің жауабы деп айта аламыз. 2.3. Бұл жерде білетініміз, что 2 период деп санаймыз. Ол бізде 86.5 пайыз болып шығады. Өйткені бізде ал 2 то 86.5%, ал 3 то бізде 95% болады ровно. 2.3 осының ортасында ол 90% ровно. Осы жерде біздің басқа айтар ештеңеміз жоқ. Осы есеп осы жерден бітеді.